Сәлем достар, қазіргі видеода мен календарьға қалай фото қою керек, соны үйрететін боламын. Мені қолдап, каналыма тіркеліп қойыңыз. Енді PicsArtқа кіреміз, плюсті басамыз. И өзіміздің таңдаған календарімізді аламыз, PicsArtқа таңдаймыз. Енді осы астында функциялар көріп тұрсыздар ғой, осы жыртқан кезде рисовать деген шығады. Рисоватқа кіреміз. Менде обычный PicsArt, Gold емес. И осы тоже астына батырмада добавить фото деп тұр, неге предпоследний. Соны басамыз. Шетеміз да енді жаңағы календарға керек фотомызды таңдаймыз. Мен қызымды қойғым келіп тұр. Созамыз, үлкейтеміз. Үлкейттім, календармен бірге алып. Енді қараңыздар, фото үстінде тұр ғой, календардың астына апару керек. Ошыны жоғары жақта мінекей кнопочка тұр, слой деген. Тұр. Соны басасыздар. Сол кезде календар тұр, үстінде фотоны қазір көрсетеді. Бұл жерде кішкене долго нетеді екен. Енді осы фотоның үстін басамыз. Бұл фотомыз біздің и өстеміз да календардың астына апарамыз. Көрдіңіздер ма? И сразу календардың астына түсті. Енді фото кейде көрмей қалады, баланың басы кейде дұрыстамай қалады. Сол кезде мына жерде пластик форма жоқ. Суреттің үстін басамыз. Суреттің үстін басамыз да, мына суретті отмечать басамыз 2 рет. Или просто жаңағы настройканы бассаңыздар болады. Сол кезде астында функциялар шығады. И сол преобразовать дегенді басасыздар, сол кезде фото қозғалады. Әйтпесе жаңағы қатып тұрады да, қозғалуы қиын болады. Өстіп үлкейтсеңіз, осылай жыртсаңыз болады. Мінекей қызым бай көрсететін неғып қояйын. Өстіп қоясыздар. Әдем болды. И мынаған кезде галочканы басамыз, готово дейміз. Біздікі дайын болды календаріміз. Енді жазу жазып қойсаңыз да болады. Например, Дина жаңа жылыңмен деп мына жерге бір жеріне жазып қойсаңыздар болады. Табыр деген қоссаңыздар болады, өзіңіз білесіздер енді. И достар, осы календарды сіздерге подаркке сыйлағым келіп тұр. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, комментарийға тіркелдім. Жаңа жылдық календар деп жазсаңыздар, бесплатно сіздерге осы календарды беретін боламын.